Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ауыз қуысынан жағымсыз иістің шығуы, яғни медициналық тілмен айтқан кезде галитоз. Бүгінгі тақырыпта ауыз қуысынан жағымсыз иіс не себепті шығады, қандай аурулар кезінде шығады, не істеу керек және де қалай емдейміз, сол жайлы айтатын боламын. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес береміз және де лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Себебі бұл арнаның дамуы үшін өте маңызды. Жалпы галитоз бұл ауыз қуысынан жағымсыз иістің шығуы қазіргі замандағы өзекті бір тақырыптардың бірі. Себебі бұл галитоз көп адамдарда кездеседі. Және де бұл галитоз болса, егер сізде ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығатын болса, бұл елдермен отырып, жақын отырып, араласқанға, танысқанға, қыздармен сөйлескенге, жігіттермен сөйлескенде бір психологиялық бір қиындықтар тудыртады. Сол себепті бұл тек қана медициналық емес, психологиялық мәселелерінде бірі болып табылады. Ауыз қуысынан жағымсыз иістің шығуын екіге ажыратамыз. Біріншісі физиологиялық, екіншісі патологиялық. Физиологиялық дегеніміз ол қалыпты бір тағамдарды жегеннен кейін ауыз қуысынан жағымсыз иістің пайда болып, және де одан өзімен өзі кетіп қалуы. Мысалы үшін сарымсақ, пияз, алкоголь қабылдау, темекі шегу және де азанда ұйқыдан оянған кезде жағымсыз иістің шығуы, немесе кешкі уақытта тамақтан кейін ауыз қуысымызды шаймасақ, бұның барлығы физиологиялық галитоз болып саналады. Ұйқыдан оянған кезде не себепті таңертең ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығады деп сұрақ қойсаңыз, себебі түнгісін ұйықтаған кезде сілекей бездерінің өндірілуі азайып, яғни сілекей азаятын болады ауыз қуысында. Соның салдарынан бұл жерде микрофлора көбейеді, анаэробты. Бұл анаэробты микрофлора көбею салдарынан бұл жерде күкірт тектес өзіндік қосындыларды, яғни бөлетін болады өзінен. Соның салдарынан ауыздан жағымсыз иіс шығатын болады. Және де тағамнан кейін не себепті ауыз қуысымызды тазалап шаю керек десеңіз, себебі біз тағам жегеннен кейін тістеріміздің арасында немесе ауыз қуысында тамақтар қалып қалады, қалдықтар. Ол жерге микрофлора түсіп, ол жерді шірітіп, соның салдарынан ауыздан жағымсыз иіс шығатын болады. Сол себепті бұндай болмас үшін тағамнан кейін әрқашанда ауыз қуысымызды жіппен тазалап, және де зубная пастамен, щеткамен қолданғанымыз жөн. Ал енді патологиялық жағдай галитозға келетін болсақ, ең бірінші біз стоматологиялық ауруларды анықтағанымыз жөн. Яғни оған не кіреді десеңіз, тістерімізде әртүрлі тастардың тұрып қалуы, кариестің болуы, десналардың қабыну, пародонтит, пародонтоз кезінде, және тістің бүтіндігі бұзылған кезде, эмаль бұзылған кезде, немесе протездерді дұрыс қойылмаған кезде, осындай кездерде ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығатын болады. Бұл стоматологиялық аурулар кезінде. Екінші ол лор органдарының аурулар кезінде. Мысалы үшін острый танзилит, яғни гнойный танзилит, егер ірің болатын болса тамағымызда, гайморит, фронтит, синусит сияқты, яғни аурулар кездерінде де ауыздан және де мұрыннан жағымсыз иіс шығатын болады. Үшінші ол гастроэнтерологиялық аурулар кезінде, яғни гастрит, эзофагит, дуоденит, панкреатит, холецистит, цирроз, яғни осындай аурулар кездерінде ауыздан жағымсыз иіс шығатын болады. Кейбір адамдар сұрақ қоюы мүмкін: менде мысалы үшін гастрит бар, холецистит бар, панкреатит бар, немесе бронхитім бар, неге менің аузымнан жағымсыз иіс шықпайды деп. Жалпы бұл аурулардың барлығы кезінде ауыздан жағымсыз иіс шыға бермейді. Яғни мен жоғарыда атап өткендей, бұл аурулардың көбінесе обострениес кезінде ауыздан жағымсыз иіс шығатын болады. Мысалы үшін гастриттің обострениес кезінде, егер сіздің асқазаныңызда қышқылдық жоғары болатын болса, және де өтіңіз толатын болса, немесе холецисттің обострениес кездерінде, сонымен қоса өңеш пен асқазанның ортасынан тұратын сфинктердің дұрыс жұмыс жасамау салдарынан ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Жоғарыда айтып өткен адамның аурулардың барлығы менде бар, және де бұның барлығын емдеу невозможно, себебі хронический, енді аузынан жағымсыз иіс шығып қалады мәңгіге деген әңгіме емес. Тек қана бұл ауруларды, яғни обострениясын снимать ету керек, емдеу керек, болды. Сонымен ауыз қуысынан жағымсыз иістен құтылуға болады. Ал енді жалпы еміне келетін болсақ, бұл емінде 100%, яғни өмір бақиға ауыз қуысынан жағымсыз иістен жоқ қылып айырылып кету ол невозможно. Себебі ол қандай да болмасын ауыз қуысынан арасында жағымсыз иіс шығып тұратын болады. Ең бірінші бұл стоматологиялық ауруларды емдеуіміз керек. Екінші лор органдарының ауруын емдеуіміз керек. Үшінші гастроэнтерологиялық ауруларды емдеуіміз қажет. Жаңа айтып өткендей, егер асқазаныңызда қышқылдық жоғары болатын болса, қышқылдығын төмендетеміз. Асқазан мен өңештің ортасында тұратын сфинктерді дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеміз. Өт толатын болса, өт айдағыш препараттар және де диеталар ұстаймыз. Холецистит, панкреатит кезінде қосымша ферменттер береміз, яғни тамақтың дұрыс қорытылып кетуі үшін. Нақты лечениені сіз гастроэнтерологтан немесе біз сияқты терапевттердің консультациясына жазылу арқылы ала аласыздар. Құрметті достар, бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып,
достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.